Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айтары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова болса, біз бастаймыз. Алғашқы Камила есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіздер ме? Неге барлық жерде түскі ас үзілісі 1 сағат, яғни 1-ден 2-ге дейін, ал бізде 2 сағат, яғни 1-ден 3-ге дейін деп сұрапты. Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 68-ші бабының негізінде жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс. Бұл ретте жұмыс беруші еңбек және ұжымдық шарттардың талаптарына сәйкес 5 күндік немесе 6 күндік жұмыс аптасын өздері белгілейді. Былайша айтқанда 5 күндік жұмыс уақытында түскі үзіліс 1-ден 3-ге дейін, ал 6 күндік жұмыс уақытында 1-ден 2-ге дейін болуы керек. Келесі Әсем есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіздер ме? Мен қарулы күштер қатарынан 26-шы бап 1-ші тармақ 13-ші тармақша арқылы жұмыстан шығарды. Енді мен қайта әскер қатарына немесе ішкі істер органдарына орналаса аламын ба деп сұрапты. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңда көрсетілген бұл тармақтың талаптары нақты уақытта күшін жойған. Қазіргі кезде осы заңның 38-ші бабы 2-ші тармағы 13-ші тармақшасында көрсетілгендей, мемлекеттік немесе әскери қызметтен, соттардан, құқық қорғау және әділет органдарынан теріс уәждері бойынша шығарылғандар өкінішке орай келісімшарт бойынша әскери қызметке орналаса алмайды. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе? Мен үйде жалғыз ер адаммын. Анам мен қарындастарым бар. Үйдің асыраушысы менмін. Әскерге шақырту келсе, баруға міндеттімін бе деп сұрапты. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 35-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес. Әскерге шақырылушыдан басқа 18 жасқа толмаған бір және одан да көп балалары бар. Сондай оларды жұбайынсыз тәрбиелеп отырған жағдайда әскерге шақыру кейінге қалдырылады. Егер сіз осы критерийге сай келсеңіз, егов порталы арқылы әскери қызметті отбасы жағдайына байланысты кейінге шегеру туралы өтініш беруіңізге болады. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.